Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте оңай, дәмді болып шығатын үлпілдек бауырсақтың рецептісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеомды соңына дейін қарап, лайк басып арнама тіркеліп кетіңіздер. Ең алдымен жылы сүттің үстіне жылы су құйып, үстіне жұмыртқаны жарып, дәніне қарай тұз құйып, шекерді қосып араластырамыз. Осы кезде майонез, қаймақ қосып жіберсеңіздер де болады. Енді дрожжи мен пісемайды қосып араластырамыз. Одан соң ұнды қосып, жұмсақ қамырлейміз. Бетін жауып көтерілгенше қойып қоямыз. Қамыр ашыған соң өзімізге ыңғайлы етіп кесіп жайып аламыз. Осылай сәл қалыңдау етіп жаямыз. Өз қалауыңыз бойынша осылай домалақ етіп немесе төртбұрышты етіп кесеміз.
Енді бауырсақтар көтерілгенше 15 минутқа қойып қоямыз. Көтерілген соң қызып тұрған майда пісіріп аламыз. Осымен өте оңай үлпілдек болып шығатын бауырсақтарымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеомды ұнаса лайк басып барнама тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен болған Нұрсұлу. Видеомды соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.